Құдай жоқ десеңіз, бар десеңіз қосыл Құдай жоқ депсің. Иә. Иә. Дәлелің бар ма? Бар. Қандай? Саған байланысты ол. Маған не байланысты? Мен сұрақ қойып тұрмын, қалай деп. Сол андай клиентке байланысты да бұл жерде. Сен қандай құдайға сенсең, сондай құдайға қарсы дәлелдер бар. Мен қандай құдайға сенетінімді сен қайдан білесің? Сен айтпасаң білмеймін ғой соны. Енді сен Құдай жоқ деп жазып боласың ғой. Құдайлар көп қой енді. Сен мысал жаратқан Құдайың бар шығар? Жоқ. Сен қалай жаралдың онда? Жеке өзімді айтайын ба? Иә, жеке өзің қалай жаралдың? Аспаннан саурап түскен шығарсың? Жоқ, роддомнан шықтым. Роддомнан шықтың. Анаң ішіне қалай? Білесің ғой процестердің бәрін. Саған енді әке-шешең айтқанша, болмаса биологияда оқыған шығар, 9 сыныпта. Репродукция деген адам қалай көбейетін. Оқыдым, сен бір сөзің бар еді ғой. Біз тамшыдан жаратылдық дегенге сенбеңдер деген. Иә. Иә. Егер сен тамшыдан жаралсаң, қалай сенбейсің? Бір тамшы су дегеннен қате ол. Енді биология оқығансың ғой сен. Иә, биологияда су емес қой, жасуша ғой. Сосын ол өзі бала болмайды ғой. Несі? Сен дәл сол неңе айттың да мен. Дәл сол неге айттың. Жазылып тұр ғой ол мектепте. Болмаса барып неден дін ұстанбай маған діннің дымға керек жоқ. Осы уақытқа дейін мысал сен. Иә. Неге оны дальше ұстанбадың? Түсініп қойдым өтірік екен. Өтірік екен түсінбейсің оны? Басында білмедім ғой. Қалай білдің оны? Өтірік екен. Ойланып білдім ғой. Басында ойланбай жүре бердім ғой. Жұрт айтқасын. Кішкентай кезден миыңа құйып тастағасын, сонымен жүре берген ғой деп. Сөйтсем ұйқаспайды екен ғой, өтірік екен. Сен жалпы піштірілгесің ба? Жоқ, сүндеттелгем. Сүндеттелгесің, иә? Тек сүндеттелген мұсылмандарды ғана сүндеттейді ғой. Білмедім да, клиникаға барғанда мұсылмансың ба деп ешкімнен сұрамайды ғой. Жоқ, ол клиниканың не қатысы бар? Енді қазір клиникаға балаларды сүндеттеуге апарасың, дінін сұрамайды ғой баланы. Любой баланы сүндеттей береді ғой, сен апарсаң болды ақшасын. Сол мұсылман бала болғаннан кейін оны сүндеттейді ғой. Мұсылмансың ба деп сұрамайды, ол жерде есің дұрыс па? Любой баланы аласың да апарып сүндеттетсең болады, қазір хирургия дамып кеткен ғой. Ол жерде дінін сұрап отпайды ғой. Сен наоборот мұсылман емессің, сені сүндеттемеймін дейтін болсаң, дәрігер сотқа беріп жіберсең болады. Өйткені ол саған сені не қылып тұр да, дініңе қарап, көзқарасыңа қарап кемсітіп тұр да ол. Сен желающийсің ба, сен барып сүндеттей бересің, ол саған ешкім ештеңе демейді. Сен сотқа бергішсің ғой әйтеуір. Жоқ, енді мысалы сенің хақыңды таптап тұр ғой, мысалы саған дәрігер, мысалы бір адамдарға көрсетілетін дәрігерлік қызметті басқа адамға көрсетпейді, не себеп десе дініне сүйеніп тұр да, мысалы дінге сенбеген үшін біреуге қызмет көрсетпеу ол кемсіту ғой. Мысалы бір атеист хирург тұрып, сен келсең мұсылманға операция жасамаймын деп сен сөйтіп тұрып алса жақсы ма? Сотқа бересің ғой сен де сол кезде. Не істейсің ба? Жоқ, мен ондай жасамаймын. Мен өйткені атеистерге жалынбаймын мен. Жалынбайсың ба? Иә. Сонда сенің балаң өлім аузында жатса, оны... Атеистке жалынбаймын мен. Иә, сол атеистке жалынбаймын деген қыңырлығыңмен баланың өлгенін таңдайсың ба? Жоқ, атеистке жалынбаймын дедім ғой бұл. Сен сонда балаларыңды емдетпейтін екен ғой енді? Жоқ, мен емдетпеймін дедім ба? Бір құдайға аян екен ғой сенікі. Мен атеистке дедім. Дәрігер, сенің бала... Дәрігер деген әңгіме болған жоқ, атеист болып отыр бұл жерде. Атеистке жалынбаймын. Дәрігерің атеист болса, емдетпей алып кетесің ба балаңды? Мен саған айтып отырмын ғой, атеист дәрігер болса, бармаймын деп тұрмын ғой. Басқа дәрігер іздейсің, иә? Иә. Сол іздеп жүрген кезінде балаң қайтыс болып кетсе, сен кінәлі ма? Жоқ, оны сен
не проблемаң бар ода, мысалы? Жоқ, сен мысалы бір клиентсің ба? Ол жерде бірақ дәрігер болмайды ғой. Любой клиникада. Жоқ, сен барған жерде сәл бірақ менімен дәрігер, шарт бір хирург болатын болса, сен соған емдетпей алып кетсең, балаң жолда өліп қалса, сен кінәлі боласың. Ол сен кінәлі, мен кінәлі болсаған не керек бар? Кеп кетер пайдасы жоқ қой. Сен таза надандық істеп тұрсың ғой, ол адам Дегенде мен саған іскінен айтып отырмын ғой. миы ашыған. Атеистке жалынбаймын дедім. Жалынасың. Атеистке жалынбайды екен мен. Жалынасың, қайда барасың жалынбай? Жалынбайды екен деймін. Христиан болса да жалынасың, буддист болса да жалынасың. Егер сол адамның қолында тұратын болса, білім мен жаңағы біліктілік. Дүнгенде. Әке шешең бар ма жалпы? Не жұмысың бар сен? Негізі қай дінді ұстанады ол кісілер? Не жұмысың бар олардың қай дінді ұстанатынында? Сен айтсай, сұраққа жауап берсей. Жауап бермеймін сен сұрағыңды. Жауап бере алмасаң, сігіл онда. Табанын сүйерсің сол кезде баланың жанын алып қал деп. Атеистсің ба деп тұрмақ түгілі. Сорлы. Басыңа күн түсіп, ертең соны емдейтін жалғыз дәрігерлер атеисттер болатын болса, ана Ауғанстанда баяғыда жер сілкінген кезде әйелдерді харам қолын ұстауға болмайды деп құтқармай біраз адам өліп қалды деген сияқты. Сосын әйелдерді оқытпайды, бірақ әйелдерді әйел дәрігері қарау керек деген. Сонда әйел дәрігер жоқ. И ол да әйелді емдетпей, сөйтіп әйелдер аурудан өліп жатқан жағдайлар бар да. Абсурд қой, абсурд. Ол дінде не жұмысың бар сенің деймін, ол сене ма Құдайға, сенбей ма? Ол Кока-колаға табына ма? Не жұмысың бар? Ол өз міндетін жақсы атқарса болды емес пе? Кәсіби, маман, профессионал.